мына жерде Жанерке енді жаңа келгендіктен бір андай сыпайы, әдепті болып отыр ғой. Сұрақ та қоя алмай деген сияқты. Бірақ егер де алдыңғы эфирларды қарасаңыз, негізі бет пердесі шешіліп, бір айғайлап, кішкентай қызға андай мінезін көрсеткен болатын. Сол жағынан таныдыңыз ба, көрдіңіз ба ол эфирді, қалай қарайсыз? Шынымды айтсам, осыған дейін болған нәрсені, еш нәрсені білмеймін. Жоқ, енді ол осыған дейін болғанымен, бірақ мінезі бар қызға қалай қарайсыз дегенім. Мінез бәрінде болады ғой ол. Мінез бәрінде бар ғой дейді. Саида. Балса ханым, қарсы болмасаңыз, екі сұрақ қоя жіберейінші, а то микрофон жетпей қалады екен. Үміткер мырзаға сұрағым, болашақта ата-анамен бірге тұрасыздар ма? И сосын Жанеркеге сұрақ, сіздің талаптарыңыз қандай, айтпады ғой, соны естіп кетсек. Ата-анамен бірге тұру Иә, әрине. Мен кенже болғаннан кейін өзім қара шаңырақта өз қолымда болады. Қара шаңырақта болу керек дейді. Жанерке, оған көзқарасыңыз қалай? Мен негізі ата-анамен тұруға қарсымын. Маған ол нәрсе ұнамайды. Себебі мен бөлек, өз атамнан бөлек тұратын адаммын. Мен өз атамнан бірге тұра алмаймын. Біреудің ата-анасына жағып, соларға көніп жүретін жайым жоқ. Жайым жоқ. Балауса ханым. Қалай ойлайсыз, Алмас? Сізді тыңдайық, енді айтып жатыр. Сонда да танысып көру керек сияқты, әлі мен танымағаннан бәлкім. Сонда да танысып көру керек деп жатсыз ғой. Әрине, себебі енді ойды өзгертуге болады ғой деп тұрғаныңыз шығар. Және сізге тағы да бір сұрақ қойылды, талаптарыңыз деп. Менің негізі талаптарымда бой ұзын адам, бойы 180-нен асу керек деген міндетті түрде етін. Және де ең бастысы адамгершілігі, жүрегі жылы болса. Бойын бірінші айтып, одан кейін ең бастысы адамгершілігі деп кеттіңіз ғой. Бірінші адамгершіліктен бастайық? Иә. Сол адамгершілігі болса, жүрегі жылы болса, тек қана мені таңдайтын, мені бағалайтын адам болса болды. Балауса ханым, айтшы. Ал Жанерке, енді сіз өзгеруге дайынсыз ба? Негізі егерде Алмас айтып жатса алдағы уақытта, сен маған ұнайсың, бар мүмкіндік жасалынады, бірақ енді көріп отырғанымызға шынымен де оқиған, тоқыған, ер азамат, бар мүмкіндікті жасаймын, бірақ ата-анамның қасында болайық десе сізге. Енді қатып қалған қағида жоқ. Егерде қатты бір жақсы көріп сөйтіп жатсам, онда талаптарымды бәлкім өзгертермін. Жақсы. Диас. Негізі басында айтқан талаптары мен қазіргі адамдардың талаптары мүлдем басқа. Сен әлі өзгересің, оны өзіңде көре жатарсың. Мен Алмасқа сұрақ қойым келіп отыр еді. Алмас, сен енді дос балдарым айтқан соң бірақ келім деп отырсың ғой. Негізі бұл жерге өзің таңдап келгенің дұрыс еді. Ертең мына қыз саған ұнап, достарыңа ұнамай қалса, достарың саған теріс ойлар айтуы мүмкін, тасташы, не аласың, сол кезде сен достарың таңдайсың ба дейтін сұрақ бар да. Диас, бірақ өзі таңдап келген ғой бұл кісі. Тіпті достары керісінше білмейді. Бірақ ол кісі жаңағы достарым мақтап айтқан, сол жерге барсаңшы дегендей. Мен естуімше достарым маған приглашить етті, сол үшін мен келдім деген сияқты. Айтты деді, бірақ Жанеркені өзім таңдадым деп айтқан еді. Диас, дұрыстап тыңдап отыру. Балауса ханым. Ринат. Алмас, ассалаумағалейкум бауырым, қош келдің. Мен мына жерде Жанеркеге айтып келіп отты, Самат сен менің весімнен де ауыр ғой деймін да. Айналайын-ау. Ата-ана өмірге балақ білгенде деймін да, мысалға деймін да, біз өмірге кетең мысалға деймін да, өзің басыңа осындай жағдай келсе қалай болады? Мысалы, өзің күйеуге шығасың өзің. Жаңғыз балаң бар. Сен жаңғыз балаң келінің емен тұрмай деп, жаңғыз балаң қыздың артынан кетсе қандай болады? Мен айтамын да, Балауса ханым, біздің қыздар өше түсінбеймін. Ата-анамен бірге тұрмай, мен өйтпеймін, мен бүйтпеймін дейсіңдер. Просто алдағы уақытқа андай не ашып жүгірмеңдер деймін да. Мен просто сосын айтқым келіп отыр, Балауса ханым, осы жерде біздің екі баланың Жанеркеге үміткер келгеніне өмірден тіріліп кеткен сияқты екеуі. Ол кім? Біреуі Шерхан, екіншісі Ғалымжан. Оны мен неге айтамын? Неге айтамын мен, Балауса ханым? Қызда мені көрдіңіз ғой, Балауса ханым. Мен айтпаймын, мен айтсам өлтіріп айтамын, оны қызының өзі күл жіберді қасқа. Андай, Балауса ханым, бірінші күні біреу сөмкісін тасиды. Әкел, мені өзім апарып тастайын, сен отыра тұр деп. Жүгіріп сөмкісін апарып тастап келеді. Екіншісі жүреді. Рекламаға шығып батса қасқа бейті мұңайып, қарап тұр Жанеркеге. Біздің Ғалымжан. Ол да қасқа, мен Ғалымжанға айтамын, сен жолың болмады ғой деймін да, Балауса ханым. Біреуіне жақындап еді, Нұрсұлтан алып кетті, екіншісі жақындап еді, Алмас алып кетті. Осы сырттан күткенді тұрсақ, екеуіне де ше, Балауса ханым. Осы Ринат ағам бірдеңе айтып, бір өтірік бірдеңе айтып тиісіп кетудің
мастер класс қой негізі. Өзің бір коуч па бірдеңе болсайшы осындайдан. Негізі мен ана жерде тұрған себебім анау шашты түзелу керек болды да. Сол кісі кетпей тұршы деді. И бұл кісі білмеймін. Негізі мен Жанеркемен былай жақсы араласып кеттім. Бұл кісінің ойында басқа адам әлі кетпеген сияқты. Мен сол айтқым келіп отыр да. Өткен өзінің айтуы бойынша да бар да. Не дейді? Бой ұзын жігіт деді. Мысалға өшін айтып қалды ғой. Енді бұл жерде бірақ қана кісімен танысықта болды ғой, Ернар деген жігітпен. Енді танысық па, бір апта танысық болған жоқ бұл кісілерде. 2 апта, вроде 3 аптада. Сол уақытта, сол аралықта Жанерке қатты ұнатып қалды ма деген себеп. Өткен өзінің айтуы бойынша да сондай деп естідім да. Жанеркен өзі жауап берсе. Сізге солай айтты, иә? Иә, негізі солай айтып қалды. Сенің де бойың ұзын ғой, Ғалымжан. Соны түсінбедіңіз ба, Ғалымжан? Жоқ, енді өзі Ернарды сұрадық қой, енді қалай өткен, потому что мына жерде видеоға түсіп отқан кезде Адалия мен Ернар тұрған кезде прям алдына отырып қалды да. И сол кезде бір түрлі қаратып білейін деген сияқты. Мен сол кезде интерес айтып болған. кетейін. Баласағарым айтып жіберейінші. Жалпы мен таңдап келген адам маған шынайы қарамағандықтан мен ол кісіге көзқарасым өзгерген. Сол үшін да мен мүмкін басқаша қараған шығармын, бірақ бір сүйіспеншілікпен ұмыта алмаймын ғой деген көзқарас менде болған жоқ. Енді Баласахан Бірақ ұнап бара жатыр деген нәрсе жоқ қой. Жоқ. Енді мен ойлаймын ғой, жаңағыдай айтып жатқан Ғалымжанның айтып отырғанынан енді өзімнің байқағаным деп айтып отыр ғой. Сізге Ернар ұнап келе жатты негізінде, иә, сіздердің қарым-қатынастарыңызда солай? Ең басында иә, ұнап келе жатқан, бірақ ол әшейін таныс. Аделия ортаға түскеннен кейін, бірақ сіз Иә, менің көңілім қап қалды. Енді айтайыншы Баласахан, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Бағанағы ата-ене тақырыбына келетін болсақ, мен есімде қалғанынша үміткер болып келген кезінде Ернар сұраған кезде біз ата-енемен тұрамын деген болатын Ернарға. Мен қарсы емеспін деді, бірақ та дәл қазір қатысушы болғаннан кейін мен ондайға қарсымын деп тұр. Енді неге ойың ауысты, не себептен, соны айтшы? Мен негізі о бастан қарсы едім, бірақ Ернар айтты ғой, жарты жыл ғана. Тек жарты жыл болса жарайды деген. Содан өзгерген болып тұр ғой ойы. Гаухар ханым? Баласа ханым, мен осы қыздарға таңғаламын да, неге ата-анамен тұруға қарсы депші. Сендер қартаймайсыңдар ма сонда? Сендердің болашақта балаларың сенде қарамай тастап кетсе, не істейсіңдер сонда? Енді Құдай сақтасын, бірақ болашақты білмейміз ғой. Бірақ мен өз балаларым болса, мен ешқайсына жармаспайтын едім. Алдын ала том пішіп керек емес, негізі ол болашақта өсіп келе жатқан ұрпаққа қатты әсер етеді деп ойлаймын мен. Ой саласын деп отырмын мен. Жоқ, енді дұрыс емес, ой салуға болмайды. Жауап? Тұрғысы келген адам, пожалуйста, тұра берсін. Жоқ, мен жарайды, мен жаспын, балам үйлендіріп жатсам, тыңдап алайық қазір жауабын. Иә, жауап жоқ болып тұр ғой деймін. Мен мысалы жаспын, мен балам ертең үйленіп жатса, иә, жарайды, бөлек тұрыңдар деп айтам. Өйткені мен өзім шамам келеді да. Бар ғой ата-аналар, үлкен ата-аналар мысалы ше, ол кісілерге көмек керек болады. Неше түрлі мысалы қасында ухаживать ету керек болады. Неге сендер қашасыңдар? Жоқ, егер де ондай жағдай болып жатса, әрине, мүмкін үміткердің әке-шешесі сондай шығар. Саған может болашақта бұдан басқа да үміткерлерге батса сондай шығар. Оған мен келісу үшін біздің арамызда бір үлкен сезім болу керек шығар. Мен кез келген адамның, я мен сенің ата-анаңды барып қараймын деп айтпаймын ғой. Жоқ, сонда сезімге ғана сонда сендер арқа сүйесіңдер ма сонда? Я сезімге ғана мен бастапқыда әке-шешесіне ол сен сыйламағанның белгісі ғой жаңа ер азаматты. Жоқ, мен жалпыда айттым, егер де ер азаматтың ата-анасы сау, өз-өзіне қарай алатын адам болса, сыйластық деген жоқ па сонда? Сыйластық бар. Өз-өздеріне қарай алатын адамдар болса, онда олар мені не істейді? Мен біреудің үйіне құл болу үшін бармаймын, біреудің мама-папасын бағу үшін бармаймын. Жанерке, саған ешкім құл бол демейді ол жерде. Үлкен кісі болғасын, оларға көмек қажет болады. Сондықтан да ата-енемен тұрған дұрыс деп ойлаймын. Абылайхан? Мен мына дұрыс айтып отырсыз, Гаухар ханым, өте дұрыс айтып отырсыз, дұрыс теманы қозғадыңыз да. Мына кісінің айтып отқанын мен бағанан бері қолдағым келіп отыр еді, негізі Жанерке, енді бытшын шығарып тастадың ойдың бәрін. Бұл кісінің айтып отқан сонда сіздің ата-анаңызды кім қарайды сонда? Менің ата-анам өздерімен өздер өмір сүре алатын адамдар. Жоқ, қартаяды мысалға, қараңызшы, қартаяды. Бұл кісі дұрыс айтып тұр. Сізде қартаяды, сіздің ата-анаңыз да қартаяды, қартайғанда кім қарайды оларды? Енді қартайса мен өзім қараймын. Жанерке, сіз айтқан нәрсемен ойлаңыз, сіз айтқан политикамен бұл айтқанда барлығы өмір сүретін болса, сіздің ата-анаңызды кім қарайды? Сол дұрыс деп ойлайсыз ба мысалға? Дұрыс ой салдым деп ойлайсыз ба? Абылай негізі... Енді мұндай нәрсе ғой.
ешкім еш нәрсені білмейді ғой. Мен ата-анам негізі өте қалай, заманауи адамдар, олардың өздері қарсы. Олар, біз мысалы, менде жалғыз інім бар, Олар үйтіп, ініме жармасы отқан жоқ. Ойбай, сен ертең інім әлі мектеп оқиды, кішкентай. Сен үйленсең, ертең біз келін алып келсең, бізді бақса деген сияқты. Оларда ондай нәрсе жоқ. Жанерке, мынандай қара. Сен дұрыс емес нәрсені мына жерде айтында бір басқа үйге құл болу үшін бармаймын деп жатсың да. Бұл жерде ешкім үйтіп бармайды. Бұл жерде барлығы сол барған жерін бақытты қыламын деп барады да негізінде. Мен бақытты болам деп барам. Мен осындай қыздардан қорқам да, балаусаған. Жастарға не үндеу беріп атсыңдар сендер. Жанерке, бір жақсы, биязы, ата-анасының тәрбиесін көрген қыз ба десем, жоқ, мен құл болу үшін бармаймын дейді да. Сонда сенің інің әлі мектеп оқиды, менің ата-анам заманауи дейсің, заманауи адамдар қартаймай ма сонда? Сол күйі тұра бере ма бір орында? Сенің ертең інің, менің әйелім айтып жатыр, менің әйелім бірге тұрмаймыз деп тастап кетіп жатса, сен өзің қандай сезімде боласың? Бірінші өзіңді қойып көру керек те, сондай орындарға ше. Білмеймін, қазір қоғамда дәл осындай қыздар көбейіп кеткен, балауса ханым. Білмеймін, не қаяқтан шығарып ағасыңдар сендер? Не қорлық көріп жатсыңдар ата-анадан? Сендерге араласпайды. Керісінше, сендердің бақытты болып кеткендерін тілеп отырады ғой ол кісілер. Балауса ханым, бола ма? Ата-ана деген бағады екен, қағады екен, барлығын жасайды. Содан кейін оған сырттан келген қыз осындай условия қойған. Мен қазір заман Нұржан дұрыс айтты. Жанеркенің жалғыз өзін табалаудың ешқандай да қажеті жоқ. Неге? Мен бұны қолдап тұрған жерім емес, бірақ шындығында қоғамда ешқандай да ойын айтпай-ақ та, елдің барлығына мен ата-анамен бірге тұрмаймын деп айтпай-ақ та түрлі әрекет жасап жүрген қыздар бар. Мен ойлаймын, бізде енді дәл қазір жарнама уақыты болып қалды. Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Сөзімді шымылдық ашыла ма жоқ па, бірге білеміз.